Достар, сәлем, қалайсыздар? Жағдайларыңыз қалай? Сіздерге бүгін маңызды ақпаратпен видео түсіріп отырмын. Жалпы менің осы видеомды қарайтын адамдардың ішінде раменді көп жейтін адамдар бар ма екен? Соны бірінші сұрағым келеді. Раменді жақсы көретін, әсіресе студенттер, қолы бос емес, тезірек тамақтанғысы келген кезде осылай рамен жейтін кісілер көп болуы мүмкін. Сіздерге бірақ маңызды ақпарат айтқым келеді. Жалпы Кореяда шығарылатын, именно Кореяның ішіндегі шығарылатын рамендардың 90%-ында шошқаның еті бар. Яғни ол бізге харам тағам болып табылады. Бірақ Корея экспорт үшін, яғни мұсылман елдеріне экспорт үшін ол халал рамендарды шығарады. Ол жерде Korea Muslim Federation, яғни сол Кореяның мұсылмандар орталығының сондай бір стикер бар. Сізге мына жерге суретін қоям. Сол стикер болатын болса, онда раменді қорықпай жей берсеңіздер болады. Ал егер ол стикер болмаса, скорее всего, ол Кореяның 90% рамендары ол шошқаның еті қосылған. Ол қалай шошқаның еті қосылған дейтін болсаңыздар, жалпы етті кептіріп, оны порошок жасап, солай соус ретінде жасайды, немесе шошқаның майын қолданады. Себебі маргариннен қарағанда ол арзанырақ болуы мүмкін. Сонымен қатар тағы айтып кететін нәрсе, халал деген ол тек қана яғни харам деген ол тек қана шошқаның еті ғана емес, жалпы халал емес жолмен сойылған малдың еті де, майда барлығы ол бізге харам болады. Яғни бізде Қазақстанда мал сойған кезде Алланың атына құрбандық жасап сояды. Ал Кореяда олар мұсылман емес болғандықтан олай халал жолмен сиырдың малды олай сояды деп ойламаймын. Олардың қандай жолмен малды сояды мен білмеймін. Сондықтан жалпы Кореяның ішінде рамен жеген кезде абайлаңыздар, және де бұл жақта беретін кафелердің, ресторандардың ішінде, скорее всего, олар жалпы халал раменді табу қиын да бұл жақта. Сондықтан олар осы магазиндегі 90% ішіндегі раменді алып сіздерге дайындап бере салуы мүмкін. Сонымен қатар бізде жалпы айттым ғой, жаңа Корея экспортқа шығарған кезде мұсылман елдеріне сондай халал рамендарды сатады деп. Бірақ біздің Қазақстан тауарларды қабылдап алған кезде прям 100% қатал тексереді ме, оны мен жағын білмеймін. Сондықтан әркім өзінің тамағына жауапты болғандықтан өздеріңіз тексеруге шақырамын. Қазір мен мына жерге суреттер қоямын. Сол суреттердің ішінде егер шошқаның еті болатын болса, шошқаның стикері тұрады, яғни смайлигі ма. Ал егер де жаңағы сиырдың, тауықтың еті бар болатын болса, онда сол сиырдың, тауықтың нелерін қоямын. Смайлик, суреттерін ба қоямын. Себебі бізде Қазақстанда раменді жақсы көретін адамдар өте көп. Көп адамдар сол раменді көп жатам, яғни көбісі дайындап жеп жатады. Бірақ сол жағын кішкене абай болсаңыздар. Сонымен қатар сонымен қатар тек қана рамен ғана емес, жалпы печенье сияқты, бисквиттер, неше түрлі сондай жасаған кезде оларға енді май қолданады. Біз обычно өзіміз үйде жасаған кезде, пирог жасаған кезде маргарин қолданамыз ғой. Бұл жақта жаңағы сиыр сияқты, сиырдың майын немесе шошқаның майын қолдану мүмкін. Мен айтып кеткенде, ол сиырды қандай жолмен сойған білмейміз, яғни харам жолмен сойылуы мүмкін, әбден 100% мүмкін. Сондықтан сондай печеньелар жеген кезде де абайлап, соны тексеріп көресіздер. Әсіресе Кореядан келген тағамдарды. Сол бүгінгі ақпарат осы. Жалпы енді біз қазақтардың көбісі мұсылман болғандықтан біз тамағымызға қатты мән береміз. Алда да осылай мән беріп тамақтануларыңызды өтінемін. Менің видеом егер пайдалы болатын болса, онда лайк, комментарий күтемін. Сау болыңыздар.